Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен пахлава дайындаймыз. Ол үшін біздің тестомызға ұн, қаймақ, май, жұмыртқаның сарыуызы, 1 шай қасық разрыхлитель және шым тұз қажет. Барлық ингредиенттерімізді қосып, жақсылап тесто илейміз. Бізде сары май бөлме температурасында еріп тұру қажет. Барлық ингредиенттердің құрамы мен мөлшері описаниеда жазылған. Міне біздің тестомыз осындай жұмсақ болып шығу қажет. Артық ештеңе қоспайсыздар. Енді бұны тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқаның ақуызы, 200 грамм қант және грек жаңғағы қажет. Енді біз жаңғағымызды үгітіп аламыз. Міне осылай ұсақ қылып үгітеміз. Енді салмасын жақсылап араластырамыз. Ең алдымен грек жаңғағын, одан кейін қант және жұмыртқаның 2 ақуызын салып, қасықпен жақсылап араластырасыздар. Енді тестомызды тоңазытқыштан шығарып, бірдей етіп 3 бөлікке бөліп аламыз. Енді кішкене ұн сеуіп, тестомызды жақсылап жұқалатып жаямыз. Менде форманың диаметрі 28, сол 28-ге келетіндей етіп, осы тестомды жайып шықтым. Форманы міндетті түрде сары маймен жақсылап майлап аласыздар. Майлап болған соң, тестомызды осы формаға орналастырамыз. Үстіне салманың жарты бөлігін салып жайып шығасыздар. Енді тура сондай етіп екінші тестомызды жаямыз. Енді жайып болған соң, жаңағы пирогымыздың үстіне екінші қабат қылып қоясыздар. Осы артық тесто болса, кесіп алып тастасаңыздар болады. Енді бұның үстіне қалған салмамызды жайып шығамыз. Жайып болған соң, тура сондай етіп үшінші тестомызды жайып, енді оның бетіне орналастырамыз. Бұл біздегі соңғы тесто. Енді осыны үшінші слой етіп бетіне жаясыздар. Қызарып пісу үшін бетіне 1 жұмыртқаның сарысын жайып, осылай өздеріңізге ұнаған формаға кесіп аласыздар. Енді қызып тұрған 180 градуста духовкамызға 30-35 минутта пісіріп аламыз. Әдемі көріну үшін үстіне грецкий орехты тізіп қойып шықсаңыздар да болады. Біздің пахлавамыз пісейін-деп қалған кезде осындай қайнап тұрған ыстық 120 мл суға 50 грамм бал салып, жақсылап бал ерігенше араластырамыз. Бұл бізде сироп болады. Міне біздің пахлавамыз шамамен 30 минуттан аса тұрды. Духовкада енді оны шығарып, ыстық күйінде үстіне сиропты құясыздар да, қайтадан шамамен 7 минутқа духовкаға салып пісіріп аласыздар. Тура солай 180 градуста. Менде духовкада пахлава 7 минуттай тұрды, толығымен пісті. Бөлме температурасында суытып аласыздар. Міне біздің пахлавамыз дайын, түрі өте әдемі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздерге ас болсын, келесі кездескенше. Егер де сіздерге біздің рецепттер пайдалы болған болса, ұнаған болса, бізге тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.